Жұмыс пен уақытқа берілетін есептердің бөлікпен емес, бөлшекпен емес, оңай бір есептеу әдісін түсіндірейік. Мынандай есептер, мысалы, әкесі белгілі бір жұмысты 9 сағатта жасайды, ал баласы белгілі бір жұмысты 18 сағатта жасаса, онда екеуі қосылып, дәл сол жұмысты неше сағатта бітіреді деген сұрақ. Ол әртүрлі жұмыс болуы мүмкін, иә? Мына жерде былай жасаймыз. Мына әр уақытының, екеуінің ортақ уақытының ең кіші ортақ еселігі, немесе бұл екі сан да қатарынан бөлінетін ең бірінші сан, ол 18. Айталық, екеуіне ортақ 18 сағат. 18 сағат тағы да ескерсем, мына екі санның ең кіші ортақ еселігі. Енді қараңыз, әкесі 18 сағат бойы жұмыс істесе, ол 9 сағаттың ішінде бір жұмыс бітіреді ғой. Әкесі 18 сағаттың ішінде екі жұмыс бітіреді дәл осындай. Дұрыс па? Мысалы, ол айталық 9 сағатта ауласында үлкен ауласының барлық қарын тазарып бітіреді десек, онда 18 сағатта ол сондай ауланың екеуін тазарып бітіреді деген сөз. Ал баласы 18 сағатта сондайдың біреуін. Демек, екеуі қосып, сондай үшеуін жасайды екен. Сондай үш жұмыс жасайды екен. Екеуі бірігіп 18 сағаттың ішінде сондай үш жұмыс жасайды. 18 сағатта сондай үш жұмыс жасаса, онда бір жұмысты неше сағатта жасайды деген сөз? 18-ді 3-ке бөлеміз, әрине 6 сағатта. Яғни әкесі мен баласы бірігіп, мына жұмысты неше сағатта бітіреді? 6 сағатта бітіреді. Өткен бір түсіндіру жолында мен қалай түсіндіріп едім, сізге бөлікпен түсіндіріп едім, оны бір қайталап өтіп кетейін. Әкесі 9 сағатта жасаса, 1 сағатта әкесі жұмыстың 9-дан бір бөлігін орындайды. Ол бөлік, жұмыс бөлігі. Баласы 18 сағатта барлық жұмыс жасаса, 1 сағатта сол жұмыстың 18-ден бір бөлігі орындайды. Біріксе екеуін қосамыз дедік. Ортақ бөлім 18, 9 бөліміз 2, 18 бөліміз 1, 2 қосу 1, 18-ден 3 қысқарады, 6-тан 1, ол бөлік. Яғни әкесі мен баласы бірігіп, 1 сағат жасайтын жұмыс бөлігі, егер 1 сағатта ол сол жұмыстың 6-тан 1 бөлігін ғана орындаса, яғни үлкен жұмыстың бұлай 6 бөлікке бөліп тастасақ, тең соның біреуін ғана жасаса 1 сағатта, мынау да 1 сағат, мынау 1 сағат, мынау 1 сағат, мынау 1 сағат, мынау 1 сағат, барлық жұмыс 6 сағатта бітетін еді. Бұл жерде біз бөлшектермен жұмыс істедік. Сәл ыңғайсыздау болуы мүмкін. Мына бір әдісті көріңіз. 149-шы математика логика кітабындағы 149-шы есепті көрейік. Дәл осы тақырыпқа арналған Аско жұмысты 36 минутта бітіреді дейді. Жалғыз өзі. Ал Фуско екеуі бірігіп, яғни Аско мен Фуско бірігіп, екеуі қосылып, сол жұмысты 20 минутта бітіреді. Яғни осы жерден біз не шығарып аламыз? Мына екеуінің ең кіші ортақ еселігі, яғни 36-ға да 20-ға да бөлінетін ең бірінші сан, ол 180. Айталық 180 минут жұмыс жасаса, егер Аско 180 минут жұмыс жасаса, онда ол жұмыстың неше жұмыс бітіріп тастайды? Егер бір жұмысты ол 36 минутта жасаса, айталық бір тамақ жеп қою мүмкін 36 минутта. Онда 180 минутта сондайдың, айталық бір тарелка тамақты 36 минутта бітірсе, онда 180 минутта сондайдың 5-еуін жасайды. Өйткені біз 180-ді бөлеміз 36-ға, тем болады 5 шығады. Дұрыс па? Яғни 5 рет жұмыс жасайды сондай. Ал екеуі біріксе, 180-ді 20-ға бөлеміз. Әр 20 минутта бір жұмыс бітіріп отырған болса, 180 минутта 120-ға бөлсек, 9-ын жасап тастайды. Сол кезде қараңызшы. Мынау Асконың жалғыз өзінікі, а мынау Фуско екеуінікі. Сол кезде азайтсақ 9-дан 5-ті 4 рет бұл жұмысты жасап тастайды Фуско. Дұрыс па? Фуско жалғыз өзі 4 рет неше минуттың ішінде? 180 минуттың ішінде. Егер ол 180 минуттың ішінде 4 рет жасап тастаса осы жұмысты, онда біз тауып ала аламыз 1 минутта қандай бөлігін жасайтын. Дұрыс па? Ой, кешіріңіз, бір рет жасау үшін, немесе бір жұмысты аяқтау үшін 180-ді 4-ке бөлеміз, шығады 45 минут. Яғни Фусконың жалғыз өзінің жасайтын уақыты шықты 45 минут. Енді қараңызшы, бізге айтып жатыр, Фуско дейді, жалғыз өзі жұмысты 9 минут жалғыз жұмыс істеді, сосын 9 минуттан кейін Аско келіп көмектесті. Яғни қараңыз, ол 45 минутта бітіретін еді мына жұмысты, 45 минутта. 9 минут жасаса, 45-ті 9-ға бөлсек, ол 5 рет, 5 бөлікке бөліп тастағанда, яғни қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Яғни мына жұмыстың барлығын ол 45 минутта аяқтау керек еді, бірақ ол 9 минут істеді. 9 минутта ол әр 9 минут сайын мындай 5-тен 1 бөлігін бітіріп немесе 9 минут, 9 минут, 9 минут, 9 минут, 9 минут деспек, 45 минутта ол барлығын бітіретін еді. Дұрыс па? Ол мынаны бітіріп тастады. Енді қараңыз. Содан кейін Аско келіп көмектесті, олар бірігіп қалған жұмысты неше минутта бітірді. Қалғаны мына 4 бөлік қалды. Енді біз жұмысты 5-ке бөлдік қой. А бізде
бірігіп жасайтын уақыты бар. Олар біріксе барлық жұмысты 20 минутта бітіретін еді. Барлық жұмысты 20 минутта бітіретін еді. Мынаның барлығын 20 минутта бітіретін еді біріксе. Біз бұл жұмысты 5 бөлікке бөліп тастадық. Демек 20-ны 5-ке бөлсек, олар 4 минут уақыттан құртады. Мынараға 4 минут, мынараға 4 минут, мынараға 4 минут, мынараға 4 минут, мынараға 4 минут. Бірақ мына 4-ті жасап керек емес, оны фузко жалғыз жасап тастады. Демек біз қалған 4 рет 4 минут. Ал 4 рет 4 минут деген сөз, ол 4-4-ке өтем 16 минутта жасап тастайды. Яғни бұл несіз, бөлшексіз бір оңай шығару әдісі. Тағы да бір қарапайым мысал көрсетіп кетейін. Мына жерге айталық бізде 3 адам бар. Олардың әрқайсының белгілі бір жұмысты жасайтын уақыты берілген. Айталық, біріншісі жұмысты неше болсын? 18 минутта бітірсін. Екіншісі дәл сол жұмысты 24 минутта бітірсін. Немесе күн дейміз, бәрібір ол өлшембірліктер әртүрлі мүмкін. Үшіншісі 36 минутта бітірсін. Онда үшеуі біріксе, дәл сол жұмысты, бағана айтылған бір жұмыстың әрқайсының жасайтын бір жұмысын үшеуі біріксе, неше минутта бітіреді деген сұрақ. Енді біз жаңа әдісті не түсіндік? Біз жаңа әдісте мына нәрсені түсіндік. Олардың уақыттарына ортақ бір еселігін аламыз, ең кіші ортақ еселігін. Яғни осы үшеуіне де қатарынан бөлінетін ең бірінші сан ол 72. 72 18-ге бөлінеді, 72 24-ге де 36-ға бөлінеді. Одан кіші сан бүтін бөлінбейді. Енді қараңыз, егер айталық мынау 72 минут жасап жатыр. Мынау 18 минут, әр 18 минут сайын жұмыс бітіреді, ол 72 минутта сол жұмыстың 4-еуін бітіріп тастайды біріншісі. Екіншісі әр 24 минут сайын біреуін бітірсе, онда 72 минутта 72-ні 24-ке бөліңіз, үшеуін бітіріп тастайды сол жұмыстың. Мынау 36 минутта бір жұмысты бітірсе, онда 72 минуттың ішінде сол жұмыстың 2-еуін бітіріп тастайды. Сол кезде үшеуі қосылып, мына аталған 72 минутта 4 қосу 7 қосу 2 9-ын бітіріп тастайды. Яғни 9 рет бітіріп шығады 72 минутта. Егер олар 72 минутта 9 рет бітіріп шықса жұмысты, демек бір рет бітіру үшін, немесе бір жұмысты жасау үшін 72-ні 9-ға бөлесіз, 8 минут уақыт керек. Яғни үшеуінің қосылып бір жұмысты бітіретін уақыты 8 минут.